Алдыңғы тақырыпта уәде еткен жүрек жиырылу жиілігінің қауіпсіз аймағы. Жүгірген кезде жүрек қағысының нормасын сақтаған өте маңызды. Кез келген физикалық жүктеме барлық жүйемізге әсер етеді. Ішкі ағзамыз және бұлшық еттерімізге. Сондықтан ағзамызға зиянын тидіріп алмас үшін жүрек қағысының нормасын сақтау керек. Егер нормасынан төмен болса, пайдасы шамалы. Ал нормасынан асып кетсе, өте қауіпті. Әсіресе егде адамдардың жүрегі физикалық жүктемені көтере алмай, инфарктке шалдығып қалуы мүмкін. Жастар жүгірген кезде, орта жастан асқан кісілер тез жүрген кезде жүрек соғысы жиілейді. Қаншалықты тез қимылдайсыз, соншалықты оттегі мен микроэлементтерді ағза қажет етеді. Және осыны тасымалдау үшін жүрек тезірек соғады. Оңтайлы, яғни оптимальды жүрек жиырылу жиілігі жас келген сайын өзгереді. Бірақ жалғыз көрсеткіш емес. Бұған әсер етеді. Жынысы, ер адамдардың жүрек қағысы әйелдерден сәл жоғары болады. Физикалық дайындығыңыз, зиянды әдеттеріңіз, стресс және жалпы денсаулығыңыз. Жасқа байланыссыз бұл тәсілді барлық адам сақтау керек. Денсаулыққа ең қауіпсіз тәсіл осы. Егер де жастарыңыз 50-ден асқан немесе одан жас болып, бірақ денсаулықтарыңызда қандай да бір ақау немесе денсаулықтарыңызға күмән болса, мына формуламен есептеңіздер. 220-дан жасыңызды аласыздар. Біз 50 деп алайық. Тең 170. 170-тің 65%-ын аламыз. Бұл 110-ға тең болады. Және 170-тің 75%-ын аламыз. Бұл 127-ге тең болады. Жуықтап 130 деп алайық. Демек, 110 мен 130 аралығында жүрек соғу жиілігін сақтаңыздар. Әрқайсыларыңыз 220-дан өздеріңіздің жастарыңызды азайтып, 65-75%-ын шығарып есептеп алыңыздар. Денсаулықтарыңыз жараса, осы жиілікте жүгіретін болсаңыздар, немесе секундына 2 адымнан жүретін болсаңыздар, физикалық жүктеменің бар пайдасын аласыздар. Бірақ бірден тоқтауға болмайды. Жүру немесе жүгіру темпін азайтып барып тоқтау керек. Жүрек қантамыр жүйесі, бездер жүйесі, ұйқы, тәбет, ойлау, есте сақтау жүйесі жақсарады. Және эндорфин деген бақыт гормоны түзіліп, күйзелістен сақтанасыздар. Жүректің жиырылу жиілігін қалай есептейміз? Қолмен есептеген әрине ыңғайсыз. Бізге ол үшін секундомер керек. Бір қолымызбен тамырымызды ұстап тұрып, оны санауымыз керек. Сондықтан шагомер деген құралды сатып алыңыз. Бұл құрал адамды және жүректің жиырылу жиілігін есептеп береді. Келесі мәлімет жастарға және денсаулығы шыныққан азаматтарға арналады. Бірінші, қалпына келу аймағы. Жүректің жиырылу жиілігі 50 мен 75% аралығында болады. Бұл өте жеңіл. Ағзаны қалпына келтіреді, денсаулық жағдайын және физикалық форманы жақсартады. Келесі аймақ аэробты аймақ. Жүректің жиырылу жиілігі 70 пен 85% аралығында болады. Бұл төзімділікті арттырады және ағзада майды ыдыратады. Келесі аймақ шегі, яғни орысша пороговая зона дейді. Бұл 85-90%. Ауырлық дәрежесі қиынырақ. Денені және қабілетті жетілдіреді. Яғни сіз физикалық жүктемеге қабілетіңіз артады. Келесі аймақ анаэробты аймақ. 90-95%. Жүректің жиырылу жиілігі 90-95%. Күш және бұлшықет салмағы артады. Бұлшықет салмағы дегеніміз мышечная масса дейді. Келесі аймақ максимум жүректің жиырылу жиілігі 95-100%. Бұл өте қиын және қауіпті. Жарысқа дайындалғанда, ең жоғары деңгейге шыққанда тек жаттықтырушымен жасау керек. Естеріңізде болса, мектепте 3 километр кросс жүгірген кезде араларыңызда кейде балалар талып қалады. Бұл осы себептен. Ал жалпы мына пайыздар 220-дан жастарыңызды азайтасыздар. Жастарыңыз, мысалы жастарыңыз 20-да болса, 220-дан 20-ны алсаңыздар,
100% ол 200 болады. Ал басқа пайыздарды 70, 85%, 90% өздеріңіз жастарыңызға байланысты есептеп аласыздар. Бұл ақпарат ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.